Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен осындай ерекше, дәмді, әдемі булочкилардың рецептісімен бөлісемін. Видеоны жалғастырмас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк қалдырып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең әуелі азғантай сүтімізге бір ас қасық дрожжімізді қосып ертіп аламыз. Үстіне 2 жұмыртқамызды жарамыз. Жарып алдық, енді осы қоспамызды жақсылап араластырамыз. Араластырып, үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Араласқан массамыздың үстіне қантымызды қосып, жақсылап ертіп аламыз. Үстіне айранымызды құямыз. Қолдың айраны, магазиннің айраны айырмашылығы жоқ, бәрібір жарай береді. Енді 600 грамм ұнымыздың үстіне азғантай тұзымызды қосып араластырамыз және араласқан массамыздың үстіне құйып қамыр илейміз. Қамырымыз осылай жұмсақ, әдемі болып шығады. Енді осының бетін жауып, 1-2 сағатқа көтерілуге жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді, енді алып, кішкене 70 граммнан бөліктерге бөліп аламыз. Әр бөлікті осылай шарик түрінде домалақтап шығамыз. Енді домалақтап алдық, енді бетін жауып, бір-бір қойып қоямыз. Беті қаязып қалмау керек, бетін жауып қойып қоямыз. Он 15-10 минут тұрса жеткілікті. Енді бір-бірден алып жаямыз. Видеода көрсетілгендей етіп жайып аламыз. Және ішіне кез келген начинка түрін қолдансаңыздар бола береді. Мендегі варенка. Сүзбені қолдансаңыздар да, творогты қолдансаңыздар да болады. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Видеода көрсетілгендей етіп түйіп аламыз. Жақсылап бекіту керек, піскен кезінде варенка ағып кетуі мүмкін.
Осылай бір-бірлеп барлығын түйіп шығамыз. Барлығын түйіп болып, бетін 15 минутқа жауып қоямыз. 15 минут тұрғаннан кейін бетін ашып, бетіне бір жұмыртқамызды жарып, жағып аламыз. Жағып алдық. Енді булочкаларымызды қызып тұрған пеште 190 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Осылай болып пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ерекше, дәмді, әдемі болып шығады. Лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, жасап көріңіздер. Отбасыларыңызды дәмді аспен қуантыңыздар.